Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен сіздерге кредитті кешірім туралы өтінішті қалай беру және қайда тасуды көрсетемін. Яғни біз Яндекс браузерді ашып аламыз. Ашқаннан кейін өтініш деп жазамыз поисқа. Мен жаздым. Жазған екен мына жерде қараңыздар. Өзінің арнайы сайты ашылады. Ашылған екен оны басасыздар. Басқан екен өзінің жеке сайтына тастайды. Мына жерде қараңыздар. Подача официальных обращений в государственных органах деп тұр. Біз мына жерде обращение басамыз. Обращение басқан екен, мына жерде қараңыз, заявление жазып тұр. Біз бұған тимейміз. Бұны ашсаңыздар, ішінде әртүрлі жағдайға тастауға болады. Бізге керек заявление болған екен, біз оны тимейміз. Екіншіден мына жерде қараңыз, госорганы деп тұр. Госорганға біз мысалы финанс деп жазамыз. Финанс жазамыз. Біз финанс жазған екен, біз біріншіні таңдаймыз. Мына финансовый рынок дегенді. Осыны таңдаймыз. Осыны таңдаған екен, мына жерде описание деп тұр. Описание деген біз қысқаша жаңа кредит мәселесі туралы жазамыз. Жаңа не үшін кешірім деген сияқты, кешірім осындай деген сияқты да жазамыз. Енді түсінікті ғой, сіздер өзіңіз білесіздер, описание дегенді түсініктемеден қысқаша мазмұндамыз. Екіншіден мына жерде қараңыздар. Указать на карте дейді. Карта болғанда біздің өзіміздің тұрақты местамызды көрсетуіміз керек. Мысалы, Шымкент еңбек қала болса, мен таңдадым. 18 микрон десем, 17 микрон таңдайды. Енді мен готовты басам. Одан кейін мына жерде қараңыз, файл дейді. Біз нерге өзіміздің кредитті, мысалы, жазбаша түрі болады, қысқаша жаңа кредитті өтініш беріңіздер, кешірім туралы бір жайдар, мен білмеймін да оны. Енді әркім әртүрлі жазады өтініш туралы. Соны жазған кезде файлды біз деқа жүктеуіміз керек, жазған кешірім туралы файлды, жазған жазбаша файлымызды. Оны жаңағыдай PDF форматта қылсақ та болады, или Word форматта жазсақ та болады. Бірақ жазған файлымыз 19 мегабайттан аспау керек. 19 мегабайттан асып кететін болса, ол уже қабылдамайды. Бір файлдың өзі, мысалы бір файлдың өзін жазсаңыз 19 мегабайттан аспау керек. Одан кейін мына жерде қараңыз, адресті жазып қойғам, бір қазық деп қойдым. Одан кейін мұны подписацияны басам. Мына жерде енді қараңыз, ключтің есін сұрап жатыр. ЭЦБ ключті. ЭЦБ ключті басамыз. Заявление. Енді мына жерде номерін сұрап жатыр. Біздің өзіміз номерін жазамыз. SMS келеді соткіні. SMS-те кодты жазамыз. Так. И мына жерде біз фотоға түсеміз. Фотоға түстік, бізді қабылдады. Енді мына жерде қараңыз, обращение от бүгін число 26-11-2022 сағат 1-ден 33 кетті. Приложение басамыз.